Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода мозаика құрағын құрап көрсететін боламын. 4 ақ түстен тігілетін осындай әдемі құрақ болып шығады. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, подписаться етіп, комментарий қалдырып кетіңіздер. Барлығын оқитын боламын. Ал енді тігіп бастайтын боламыз. Біздің бүгін құрайтын құрағымызға осындай 4 түсті лента керек болады. Қалаған түсіңізден пайдалануыңызға болады. Және оның астына бізге шыт матасы, шыт матасы қатты болып тұру үшін флизелин жабыстырып алдым. Осы үстіңгі бөлігінде флизелин бар. Сосын біздің ортасына шаршымыз керек болады. 3,5 3,5 өлшемді шаршы керек. Енді тігіп бастайтын боламыз. Тігіп бастамас бұрын біз алдымен ортасын белгілеп алатын боламыз. Ол үшін осылай қолменен бүктеп, ортасын шығарып аламыз. Және осы ортасını мен ручкамен белгілейтін боламын. Ортасындағы шаршымыздың да ортасын белгілеп аламыз. Осы ручкамен белгілеген жерімізді осы міне екеуін бірдей қойып, айналдыра тігіп аламыз. Енді осы ортасындағы шаршысын айналдырып тігіп алатын боламыз. Алдымен осы жасыл лентадан бастаймын тігіп. Түгіне қараймын, түгі төменге қарап жатып тұру керек. Ортасындағы шаршымыздың да түгі төменге қарап тұр. Енді екеуін беттестіре отырып тігеміз. Екінші қызыл лентамызды тігетін боламын. Енді көк лентамызды тігемін. Енді осылай 4 жағына 4 түсті лентадан тігіп шығамыз. Міне осылай тігіп шықтық. Енді мына қайсы түсті мата тұр, содан бастайтын боламыз. Бізде жасыл тұр. Енді екінші қатарды да жасылдан бастаймыз. Келесі бізде қызыл, сосын көк, сосын күлгін түс. Солай жалғастырып отырамыз. Қатар-қатар өзінің түсімен тігіп отырамыз. Енді үшінші қатарымызды да жасылдан бастаймыз. Түгіне міндетті түрде қарап отырамыз.
Міне біздің құрағымыз да дайын болды. Енді шетін айналдырып тігіп шығып, артық матамызды қиып алып тастайтын боламыз. Міне біздің құрағымыз осындай болып шықты. Тігіп көріңіздер, оп-оңай. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Пайда қуатты болыңыздар.